Французша ет тағамын тіл үйретін дәмді бұрын айтылмаған әдіспен дайындағыңыз келеді ме? Онда бастайық. Бізге керегі 600 грамм тартылған ет. Тоңазытқышта әрдайым 300, 500, 600 грамм мөлшерде бөлек-бөлек полиэтилен пакеттерге тартылған етті жұқалап, жайып, салып сақтаңыз. Кейін пайдаланарда жібіткенде өзіңізге өте қолайлы болады. Бізге енді керегі пияз. Әр 300 грамм тартылған етке 100 грамм пияз саламыз. Демек, біздің қазіргі жағдайымызда бізге қажетті 200 грамм ғана пияз. Пиязды міндетті түрде майдалап қолмен тураңыздар. Тартылған етке қосатын пиязыңызды мүмкіндігінше қолмен тураңыз. Ет тартқыштан өткізбегеніңіз абзал. Енді туралған пиязымызды маринадтаймыз, немесе тұздық жасаймыз. Маринад жасау үшін пиязымызға аздаған қара бұрыш пен тұз себеміз де қолымызбен сыққылап, бетін қақпағын жауып қоямыз. Маринадталған пияз қосылған тағамыңыз ерекше хош иісті, нәрлі, дәмді болады және тағы асқазаныңыздың қыжылдамауына себепкер болады. Соны ескере жүріңіздер. Ендігі керегі біздерге 100 грамм 40 қабат пен 1,5 орташа қызанақ. Екеуінде күштің ең кіші тесіктерінен өткіземіз. Қызанағымыздың қабығы өтпейді күштен, бірақ оны біз тастамаймыз, кейін пайдаға асырамыз. Енді тартылған етімізге жаңағы қызанақ пен 40 қабатымызды қосып, маринадталған пиязымызды қосып араластырамыз. Керегінше қара бұрыш пен тұз саламыз да жақсы етіп араластырып, бетін қақпағын жауып қоямыз. Ол да маринадталуы керек. Етіміз маринадталғанға дейін енді картопымызды ашып дайындап қоямыз. Міне мен 11 дана картоп тазалап аршып қойдым. Төменгі қабатына салынатын картопты қалыңдығы 4-5 мм болатындай етіп, тілімдеп кесеміз. Пісіру парағына жұқалап, сұйық май жағамыз. Ең астыңғы қабатына тығыздап, тілінген картопымызды саламыз. Оның бетіне маринадталған ет салмамызды саламыз. Картопқа тұз салған жоқпыз, себебі ол бүкіл нәрін осы ет салмадан алатын болады. Енді жаңа бізде қалып қойған жарты қызанақ пен қызанақтың қабықтары бар, соны тураймыз да, осы ет салманың бетіне оны сеуіп қоямыз. Үстіңгі қабатының картопын жұқалау етіп, 2-2,5 мм болатындай етіп, тілімдеп тураймыз. Сосын жаңағы ет салмамыздың бәрі толықтай жабылатындай етіп, біріне-бірін айқастырып жабамыз. Бетіне тұз себеміз. Аздап жұқалап майонез жағамыз. Егерде байқаған болсаңыз, бұл рецептте майонез біз өте аз пайдаландық. Түгелмен жауып болғаннан кейін майонезбен 180 градустық пешке саламыз 30 минутқа. Тамақтың дайын емес екендігін пышақ немесе шанышқымен төменгі қабаттағы картопты түртіп көрсеңіз болады. 30 минутта тамағыңыз әбден пісетіні көріп отқандай жаңағы суы бәрі тартылып қалады. Мына көріңіз, 30 минут уақыт өтті, суы тартылып, картопымыздың беті қызарыңқырап пісіп қалды. Енді осы дайын болған тамағымызға үккіштен өткізілген ірімшігімізді сеуіп, тағы да пешке 5 минутқа қойсаңыз болады. Тамағыңыз сол кезде әбден дайын болады. Тіл үйретін дәмді бұрын айтылмаған әдіспен пісірілген французша ет тағамы дайын болды. Асыңыз дәмді болсын.